Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы 153-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 3 амалмен орындалатын есептерді шығару. Сабақтың мақсаты 3 амалмен орындалатын есептерді талдау және шығару. Балалар, бүгін біз Қазақстанда болған экспо көрмесі туралы еске түсіреміз. Экспо 2017 көрмесі Қазақстанның елордасы Астана қаласында ұйымдастырылған халықаралық көрме. Көрме 2017 жылдың 10 маусымы мен 10 қыркүйек аралығында өтті. Көрменің тақырыбы болашақ энергиясы деп аталды. Бірінші тапсырмадағы өрнектің мәнін дұрыс тапсаңыздар, Экспо 2017 көрмесіне әлемнің неше елі қатысқанын білетін боласыздар. Келесі екінші тапсырма. Әлия сынып жетекшісімен, сыныптастарымен және олардың ата-аналарымен бірге Экспо 2017 көрмесіне автобуспен барды. Автобуста 6 ересек адамға 90 теңгеден және 10 балаға 45 теңгеден жалақы төленді. Олар жол ақыға барлығы неше теңге төледі? Осы берілген сөз есепті шығарамыз. Алдымен ересектер билетінің құнын анықтаймыз. Одан соң балалар билетінің құнын анықтаймыз. Соңында жалпы билеттің құнын анықтап, шешуін және жауабын жазамыз. Келесі тапсырма. Тағы да сөз есеп. Есепті мұқият оқыңыздар. 45 литр тосапты құю үшін неше 3 литрлік банкі қажет? Осындай мөлшердегі тосапты құю үшін неше 5 литрлік банкі қажет болатынын анықтаймыз. Алдымен 3 литрлік банкі санын анықтаймыз. Содан соң 5 литрлік банкі санын анықтаңыздар. Соңында жауабын жазыңыздар. Келесі тапсырма. Жиындар тақырыбын еске түсіру үшін берілген тапсырма. Сіздерге А, В және С жиындары берілген. Жиын элементтерін, ата және ортақ қасиеттерін анықтап, жиындарға атау бер. А жиынына қандай атау беруге болады? Б жиынына қандай атау беруге болады? С жиынына қандай атау беруге болады? Және жиындардың қайсысы ішкі жиын болады? Әріптердің және белгінің көмегімен дұрыс нұсқаны табыңыздар. Жиындардың қайсысы ішкі жиын бола алады? Келесі тапсырма. Логикалық тапсырма. Қорапта кішкентай 4 және 6 ақ доп бар. Алынған шаралардың арасында кем дегенде бір көк доп болуы үшін қораптың ішіне қарамай неше доп алу қажет? Дұрыс жауапты белгілейміз. Дәл осылай қалған тапсырмалардың да сұрағын мұқият оқып, дұрыс жауапты табыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.